Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалайсыздар, амансыздар ма? Біздер 13 қазан 2022 жыл Каспий теңізіне балық аулауға, яғни балық атуға шықтық. Нақтырақ айтқанда, Факел деген жерге шықтық. Ол Жаңаөзен қаласынан жобамен 130-140 километрдей жерде. Басым көпшілігі асфальт жолмен жүресіз, одан кейін қара жолмен жайлап, асты биік мәшін болған жақсы, әрине жайлап бара аласыз. Бұл жер, Факел деген жер, Каспий жағалауындағы әдемі жерлердің бірі болып есептеледі. Көптен бері келмеген соң, тұрып жолды нақтылап қарап алайық деп, ұшпаның бойына тұрдық. Бұл жер енді көзбен көрсең өте тамаша жер. Осы жерге суретке түстік, қарадық. Ақтаудың жігіттері, Артур, Үсен, Мәжит деген жігіттер, барлығы да теңіз аңшылары, өте жақсы атады. Ал мынау мен енді новичок. Точкаға келгеннен кейін осындай ұшпадан түсетін жері бар. Енді осы жерде асты биік мәшін арасында өте керек болады. Төмен мәшінмен, асты төмен мәшінмен, легковой мәшінмен келмеген дұрыс болады. Түсетін түсерсіз, бірақ көтерілу өте қиын болады. Осы жері кішкене экстремальный, тамашалаймыз. Қазан айы болса да, теңіз температурасы түсуге болады, яғни 7 мм костюммен түсуге болады, гидрокостюммен. Қолдарымызда арбалет мылтықтар алып шықтық, суда қара балықты қараймыз деп те пневмат мылтығын алып шыққанбыз, бірақ енді ол керек емес болып қалды. Себебі қара балықтың, яғни судақтың уақыты өтіп кеткен екен. Жалпы кефаль балығы өте шустрый балық, сондықтан оны осындай нырокпен сүңгіп барып, абайлап барып, жақындап барып атасыз. Ассалаумағалейкум, Факел дейміз. Трофейді көрсетіп келген сендерге.
асты көрінбей. алған трофей мынау в общем. Қалай нормально. Қайсы қолыңыз ұсташы екен? Машалла, мынау кәдімгі зачетта. Басын ұсташы жаңағының кәдімгі. Уах. Әдемі. Осылай біздер балық аттық, кеш батты. Енді көріністі тамашалап жіберейік. Факел деген жер. Міне осындай тастар да көп. Теңіз де өте әдемі болды сол күні. Енді айтар жоқ. Бірақ енді камерамен жеткізе алмаймыз. Егер де желание болса, келіңіздер осы жерге. Апаратын бізде Маңғыстауда джип турлар өте көп. Қалаған жеріңізге апарат, тек қана енді аз-маз ақшасын берсеңіз болды. Қазақстан туризмін дамытайық, достар. Мынандай жерлерді енді көзбен көру керек, міндетті түрде. Егер де сіз қазақстандық болып осындай жерлерге келмесеңіз, енді айтатын жоқ, енді білмеймін не дерімді. Және де тек қана джип турлармен Бозжыра деген жерлерге апарғаннан бөлек осындай балықты да атып беретін адамдар табылады. Балықты қармақпен де аулап беретін адамдар табылады. Тек қана өзінің сезонында келсеңдер, мысалы кефаль балығы май айларынан бастап осы күздің ноябрь айына дейін созылады. Ал мынау біздің Ақтаудың жігіттері жайменде заттарын жинап, балықтарын жинап, машина қарай келе жатыр. Балығымызды аулап, рахаттанып, демалып, үйге қарай осылай жол тарттық. Келесі видеоларымда бұйырса осы кефальді қалай жақсылап пісіруге болады, яғни тандырда пісіріп сіздерге көрсететін боламын. Подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, таратыңыздар, қазақша контентті дамытайық, таратайық, шама келгенше қолдайық, бауырлар. Рахмет сіздерге, назарларыңызға, тамашалағаныңызға көп рахмет.